Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы ашық аспан астында шынайы сұхбат, еркін әңгіме алаңы. Осылай Жезқазған қаласының қақ ортасында тігілген студиямызға келген бүгінгі қонағымыз Ұлытаудан түлеп, ұлтының ұлы болған айтыскер ақын, қазақтың дәридайы Мұхамбетқали Сейтқазинов. Мұқашаға қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы бүгін әңгіме өріп өтеміз, айтыс өнері жайлы, туған жеріңіз Ұлытау өңірі жайлы. Алдымен айтысқа деген қызығушылық қайдан пайда болды, соны айтыңызшы. Рахмет, мөлдір айналайын. Мен де мынау сөзімді бастамас бұрын өзіңді мынау ұлыстың ұлы мерекесі мемлекет болуға бет түзегенімізге 35 жыл болып отыр ғой. Сонымен және өзің келіп отқан елдің керемет жақсы көретін арнасы хабарымыздың қуаныштың жаршысы 30 жылдығымен болып жатқан шын жүрегімнен құттықтаймын. Өздеріңді мынау біздің жаңа болған облысымыз өмірдің екінші рет келіп жатқан Ұлытаудың төрінен көргеніме қатты қуаныштымын айналайын. Айтып отырмын ғой, мен телевизормен өскен адаммын, газетпен өскен адаммын. Өзіңді ояннан көріп, күнде халықты оятып жүрген қызымыздың біреусің ғой. Қуаныштымын. Енді арас айтыс деген өнерде болдық. Сол сен өмірге келерден 1-2 жыл бұрын мен айтысқа барған екем. Ұлытау өңірінің тумасымын. Негізі Ұлытаудан 90 шақырым жерде Шеңбер деген ауыл бар. Қазіргі аты Шежірелі ауыл деп атайды. Өйткені ақын өнер адамдары өте көп шыққан ауыл біздің ауыл. Мен де сол ауылдың түлегім. Кішкентай кезімнен демей-ақ қояйын, 80-ші жылдар осы жүрсін айтыстың асан қайғысы айтысты қолға ала бастады ғой. Сол уақытта айтысты көрем телевизордан. Ол кезде ауылда жалғыз орыстың арнасы, ауылдан 60 шақырым жерде бір ферма болды Үңгірлі деген. Сол ауылдың телевизоры алматын көрсетеді. Қайдан көрсетіп тұрғанын Құдай білсін. Сол енді ол кезде почта келеді ауылға, газет келеді, айтыс. Бір жеті бұрын газетке программа шығады. Соны барып тамашалаймын 60 шақырым жерді. Содан махаббатым ояндау деймін. Бірақ мен 3 рет болсам ойым айтыскер болам деген ой болған жоқ. Себебі мен домбыра тарта алмаймын ғой. Бірақ айтысқа қызығам. Анау өзіміздің шын болады марқұм мінекей. Анау Қонысбайлар, Әселхандар шығып атады. Арасында жаңағы қосылып қойып отырам. Ай, ана жерде бұлай деу керек еді, бұлай деу керек еді деп. Бірақ қызыққан сол енді ауылда ол кезде енді бұлай ептеп еті тірі жастарды сразу комсомол деген болды ғой біздің тұсымызда. Идеологиясы керемет болды о заманның енді. Жақсылығын айту керек қой. Сені октябряттан тәрбиелейді, октябрят, пионер, комсомол, коммунист. Сол мені ептеп сөзге, өнерге жақындығымды көрді ме, аудан мен ауылға комсомол ұйымының хатшысы, жастардың хатшысы. Сол жылдары сөзіңізді бөлейінші, Ұлытау үні деген керемет фестиваль болды кезінде. Сол ауылда комсомол комитеттің хатшысы болып жүріп, тойларды өлеңмен басқарып жүрген кезде алғашқы айтысыңызға өзіңіздің еркіңізбен емес партияның нұсқау бойынша қатысқан екенсіз. Сол жайлы айтып өтіңізші. Иә, жаңа айтып отырмын ғой, комсомолдың хатшысы болдым. Содан бір күні райкомның хатшысы шақырып жатыр дейді. Сағдат Дүйсебеков деген Жабабайұлы деген мықты азамат, Ақтоғайдың тумасы. Комсомолда жүргем, шақырып жатыр райкомға. Соған енді ол совхоздың директоры қалай да жеткізеді. Райком ол кезде қайда сөзі, өтімді. Ауылдан жеткізіп келсем, Сақан кабинетінде қарсы алды, Мұқаш осылай 89 жыл болу керек. Ұлытау үні деген фестиваль өтейін деп жатыр екен. Бірінші рет облыста. Сен соған ауданның атынан айтысқа барасың дейді маған. Сосын Сақа қалай мен айтысқа барам? Домбыра білмеймін ғой дедім. Сосын ол кісі айтты маған, сен Мұқаш, сен домбыра білмейсің, білмей-ақ қой, бірақ сенде өлең бар деді. Өйткені мен сол кездегі ауылдағы бұл комсомол бригадасы болды ғой кезде. Класс болып қалады комсомол. Қой бағуға трактористердің бригадасы болып. 2 жыл қой бағу керек, 2 жылда олар ептеп үйленіп та қалатындар бар бір-біріне. Солардың тойын комсомол мен басқарам. Жаңа той басқарғанда мен тойдың бәрін жаңағында ол кезде райком қатысты, райисполком бәрі қатысады ғой. Аудандық комсомолдың бірінші хатшысы. Мен өлеңмен басқарам, жаңа бәрін өлеңмен сөз берем. Жоба санағысы соны байқап қойған, айтты, сенде өлең бар, сен Ұлытау үніне барасың деді. Сол Ұлытау үніне келдім. Бұны алдындағы да бір ана Мейірбектің хабарында да айтып жолы болар жігіттің жеңгесі алдынан шығады. Сол бірінші айтысқа осы айтыстың асан қайғысы жүрсін деп отыр екен Ерман. Бұл 89 жыл залда. Бірінші Ұлытауының фестивалі. Сосын мен алдында мені 2 жыл бұрын қатысып жүрген, бұл жолы бірақ қатысып атқан бірыңғай біздің осы ол кезде Жезқазған облысы деп аталатын. Жезқазған облысының 40 ақын жинаған екен. Партияның күші, иә. Бүкіл ауданнан қалады 40 ақын келді. Сол 40-тың біреуі мен болдым ғой.
сол 40 ақынды біріне бірін салды ғой. Мені келді де Жаңарқада менің алдымда қатысып жүрген Игілік Омаровтың, білесіздер, сұмдық әнші әкеміз болған. Ол Ермек деген менімен құрдас екен. Ол менің алдымда шығып жүрген, командалық айтысқа телевизордан көрген, шын болады бәрі. Соған салып жіберді мен. Сонымен шықтым. Енді ол кезде менде Дәридай деген әуен жоқ, бірінші шыққаным. Ол кезде Шынболаттың жаңағы шындық деген әуен ұрып тұрған кез, соның әуенімен шығып Ермекпен айтысып шықтым. Бірақ жан терім шықтым өлдір. Анау шындықтың әуен тез келеді екен. Ана өлең әкеліп отыру қиын ғой, қиналдым. Ол кезде домбырасыз айтысатын ақындар бар ма еді? Домбырасыз айтысатын ақын. Ол кезде қандай ақын болмады дейсің енді. Біз ол кезде анау жүрсін шопандары да кеп қосты, трактористер да кеп қосты. Бірақ менің білетінім қазақтың осы айтысының тарихында бүгінге дейін келіп отқан домбырасыз екі ақын болдық. Оның біреуі басында тұратын әрине бүгін өзіміздің Дәулеткерейдің анасы Егеуқан шешеміз. Сол кісі домбырасыз шықты, содан кейін мен домбырасыз шықтым. Ал домбырасыз айтыс деген ол қиындығы оның ойбай мөлдір айтып. Ана домбырамен неше түрлі өлеңді миыңнан суырып алып аузыңнан шығаруға болады. Халыққа тартып беріп отырасың, мүмкіндік бар ойлануға. Ал енді менде мүмкіндік жоқ. Сондықтан жаңа Құдай аузыма бір Дәридай деген әуен тауып берді. Сол Дәридайды айтып отырам да, ауыз Дәридайды айта береді. Ми жүрек жаңа өлеңді суырып алып аузынан шығарып отырады. Енді домбыра тартпайтыныңыз өзіңіздің кемшілігіңіз болды ма, артықшылығыңыз болды ма? Кемшілігім болды. Артықшылық деп айта алмаймын. Енді домбыра деген айтып, домбыра сенің сүйенішің, домбыра қалқаның, домбыраң сенің сауыттың үстіңдегі. Осы домбыра қонсын, қолыма қоныс екен менің деп не істемедім мен. 90-шы жылдар біздің ауылға мына қазіргі атақты Бекболат әнші бар ғой, Тілеуханов. Үйретті ма? Үйретті ма? Жоқ, үйреткен жоқ. Соның Мұхамбетжан деген үлкен ағасы бар. Білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Қазақстанға белгілі күйші сұмдық. Сартоқаның күйлерін орындайды. Сол Жаңарқада партияның заманы сұмдық қой. Жаңарқадан бір бригада, Жаңарқа қайда, менің шеңберім қайда. Бір машина өнерпаздар келді. Автобуспен концерт қоюға. Ішінде Мұхамбетжан Тілеуханов бар. Кешегі Жаңарқаның айтыскері сұмдық Дүйсенбай Жұмансейітов бар. Қазақтың керемет әнші Серік Оспанов бар. Асан Жұмаділдин ағамыз бар, жазушы. Солар келді ғой. Сосын мен жаңа айтысқа енді шығып жүрген, бір рет шығып келген, домбыра қайдан қону керек маған. Біреулер айтқан, домбырашының қасына қонсаң, домбыра қонады. Құдай маған мына Мұхаңды әкелді дедім, Мұхаңны рұқсат сұрап, Мұқа қонақ үйде жатқан. Сіздің қасыңызға қонуға бола ма? Құшақтасып жатайықшы. Маған домбыра қонсын деді Алладан. Жарайды, көңілің болса қон. Қондыңыз. Қарамын, қасына қонып шықтым. Оны өзі бір айтысты, одан кейін айтысқа бардым, тағы домбыра жоқ. Қасылысым айтқаным бар. Домбыра бұлым қашық қонбады ғой, қасында Тілеуханов түнесемді деп. Қонбады. Одан кейін мына Қойлыбай деген бізде әулие бар. Бақсы Қойлыбай дейді ғой, сұмдық. Ол соғыстың мына жерде несі бар? Жаңағы бейті бәрі. Сон 93 жыл ашылуы болды. Жаңағы халық жиналып басын көтеріп. Соның да басында арнау айттым. Ол кезде жаспын ғой енді, домбырасыз тақпақтап тұрып. Сонда тағы сөзімнің соңын жаңа Қойлыбайдан әулие маған домбыра берсең, елдің бәрінің зарын орындап жатсың. Иә, одан да сұрадым, болмады. Содан енді домбыра болмады. Енді сол кезде Аманғали Ербосов деген азамат болды, батыстың жігіті еді, Маңғыстаудан. Бізде культ просвет деген училище болған. Мына Сәтбайдың бұрынғы аты Никольский тұр. Сонда сабақ беретін музыкадан. Өзі өнерлі, өзі сазгер, өзі ақын, керемет жігіт. Оны мен ауылға апарамын. Кейін кәсіподақ болдым, жаңа ауылда оркестр дайындайды біздің. Сол айтты, басында қатырым осыны мен жүре бер деді ғой, Дәридаймен. Сонымен Дәридаймен кеттім. Бірақ домбырасыз айтыс емес, домбыра тарта алмаса, айтыста несіне жүр деген ауыр әңгімелер де болған шығар. Қазіргі тілмен айтқанда хейт дейміз ғой. Сондай сөздерді қалай өткөрдіңіз? Ауыр тимеді ме? Ауыр тиеді ғой. Оны шенде адамдардың да айтқаны бар. Жай қарсыластарым ғана емес. Үлкен бір егемен Қазақстанға мақала шықты. Мына домбырасын Мұқаш Сейітқазиновты қатыстыруға болмайды дегенді. Бірақ жүректе өлең бар, қатыстым. Енді домбыралы ақындарды мен енді сол кездегі мықты ақындар бар ғой, соның бәрімен айтысып бақтым мен. Мысалы үш халық ақыны бар, Қазақстанның халық ақыны Әсия, Әселхан, марқұм Қонысбай, осылармен де айтыстым. Ол кезде біздің Шорабек деген қатарымыз болып еді. Анау Баянғали кәдімгі айдық, Көкшетаудың Көкжалы. Өзің Павлодардың тумасымын дедің ғой. Құсанбаев деген көкең болған, Серік Құсанбаев, Солақай. Серік екеуміз қанша рет айтыстық. Анау қасыңдағы Өскеменнен Абаш деген болған құрдасым Кәкен. Онымен айтыстық.
мына Жетісулық енді менен 4-5 жас кіші Айтақын деген қырғи бар жерді көп отыратын үкілі Айтақ. Елена Әбдіқалықовамен айтыстым. Елена Әбдіқалықовамен айтыстым. Елена деген вообще бөлек қой оны. Қайраткер, қазір қайраткер болды. Соның бәрі менің домбыра жоқ. Бір нем сол болды, кемістігі мен не істейін. Бірақ домбыра ұстап отырасыз. Домбыраны ұстап отырамын. Өйткені ана домбыра қанша деген киелі ғой, киелі аспап. Ана қолың ұстағанның өзінде, ананы ұстағанда денем жылып, кәдімгі жүрегім ананың несінен өлең келетін сияқты болады. Ал енді домбырасы былай отырсам, онда мен өзім байқадым ғой оны. Бірақ домбыраның қасиеті киесі сол айналайын. Домбырасыз айтысатын тағы біреумен айтысқаныңыз есімде. Монғолиядан шатаспасам. Монғолиядан емес, ол Монғолиядан емес, ол енді мен есіме ол кейін әдебиет сыншысы болды. Аты Құдай-ау, Әмина Мекет. Екеуіңіз де жай ғана домбыраны ұстап отырдыңыздар да? Ұстап отырды, Әмия Құрманғалиева болу керек. Меніңше ұмытып қалдым. Мен кейін бір неден көріп қалдым Әмина. Екеуімізді сонда да әзілдеп не қылып айттым, екеуімізді дәл қосқан екен осы жерде деп. Ол да бірақ енді кейін керемет әдебиет сыншысы болып кетті меніңше. Мына Ұлытау үні фестивалінен кейін телевизиялық форматтағы айтысқа қалай түстіңіз? Бірінші Ұлытау үні фестивалінде жаңа жүрсін отыр дедім ғой. Жүрсін сразу маған жолдама берді. Мұқашыммен бірінші рет 90-шы жылы наурыз айтысын өткіземіз деп маған жолдама беріп кетті. Мен өзім таң қалдым. Сөйтсем бұл енді кәдімгі күреңбай ғой, сыншы ғой. Менің жүрегімде жаңағы аудандық хатшысынан кейін жүрсін сен келесің деп. Сол 90-шы жылы бардым. Тірі ақындарды сонда Алматыда бірінші рет көрдім. Ол кезде Ленин атындағы сарай деп аталады. 70 ақын жинады, 70 ақын Қазақстаннан. Бізде осы Жезқазған облысынан 3 ақын барды. Бірінші рет. Сонда әдегенде айтысқан ақыным Айтақын болды. Маған енді Павлодарда Серікқан деген бір жігіт болған. Жүрсін барған беттен 2-3 күн бұрын жұптап қояды. 70 ақынбыз ғой, сен Серікқанмен айтысасың деген. Бұл Айтақын сені қазір бұл бақсы ақын деді. Ештеңе жоқ. Сол бірінші рет Тәжірибелі ғой ол кезде. Ол кезде тәжірибелі. Ол тәжірибелі менен гөрі. Сөйтсем оны жаңа бақсылық несі керемет екен. Сахнада ойнап, халықты сразу қуатып алады екен анадан. Сосын менге бұлай ол кезде техника бәрі мынадай жетіле қоймаған ғой, Ленин атындағы сарай. Далада дәу машина келіп тұрады. Одан шнур бәрін әкелген, мына жерге бәрін қояды. Мен былай деп отырсам Айтақын былай қарай отырыңыз деп сыбырлады құлағыма. Кейін енді үйренгеннен кейін айтам ғой, неге ми жақ? Сен айырбасадың десем, мен ана отыратын жағында кішкентай кілемші аяқтың астына губқа қойып қойғам дейді. Ана жер тебетіні бар ғой. Сонда ана аппараттарға әсер етпесін деп. Сол аяқ астына Айтақынмен шығып, Айтақын менің тұсауымды кесті, абыройым көтеріліп кетті. Сол жерде айтып жүрмін передачалар, хабардың бәрінде. Айтақын домбырасын сыйлады. Ол домбыра менде әлі сақтаулы 40 жыл үйде. Сол Айтақынмен айтыстым. Одан кейін қанша марқұммен айтыстым Талдықорғанның. Үшінші тағы бір ақынмен айтыстым. Сол жол Жезқазғанның тарихында болсын бірінші рет 3-ші орын алып келдім. Домбырасыз барып 3-ші орын алып келу деген ол біздің тарихта болмаған екен. Солай сосын ары қарай кете бердім енді. Содан командалық айтыс келді. Қазір шығып жатыр ғой қайта міне хабардан жекпе-жек айтыс. Соның бәрі сол командалық айтысын алдым Жезқазған облысының. Одан 97-ші жылы біздің облыс жабылып қалды. Одан Қарағандыға қарадық. Содан Қарағанды облысы ол өнерге қатты қарайтын адамдар отырды басында. Жезқазған облысының бұрын айтысқа қатысып жүрген ақындарын шақырып, бұрынғы Жезқазған мен Қарағанды облысының арасында айтыс өткізді. Команда жасақтау үшін. Сол Жезқазғаннан 7-8 ақын бардық. Соның ішінде Әнуар Омаров деген інім бар еді. Сол Әнуар екеумізді Қарағанды облысының командасына қабылдады. Сол Қарағандының облыстық командасында болып талай жүлдені Қарағандыға алып келдік. Осы міне Аманжол болды, бар қасымызда Қойлыбай бар. Сол кезде сондай жолым айтыстағай. Айтыстарыңыз есіңізде қалды ма? Жаттап алғандарыңыз бар ма? Жаттамағанда айтыс жаттай алмайсың ғой, бірақ кейбір ана оралым андайымдай сөздер ғана ғой жаттап алу деген. Қағаз бетіне түсіру ойда жоқ па? Қағаз бетіне түскен түсіп жатыр енді. Қазір мен одайға нелеу болдым да салақтау. Енді былтыр бір кітабым шығарым, сонда 15 айтысым жинақтадым. 15. Енді мен әр облысқа барғанда жаздырып ала бермеппін ғой. Осы мен осы жерде айтысқандарым, сондай айтыстарым 15 қолыма түсті. Оның ішінде жаңағы Әселқанмен, Қонысбаймен, ең соңғы осы Аманжолдармен, Аманжолдар ол кезде жас еді ғой әлі. Аманжол, солармен Абашпен, жаңа өзің Серік Құсанбаев көкеңмен айтыстарым 15 кітапқа түсірдім. Жаңа өзіңіздің өмірбаяныңызды ақтарып отырып, өзіңіздің туған ауылыңыздың алғашқы әкімі болған екенсіз. Сол әкімдікпен ақындықты қатар алып жүру қиын болған жоқ па? Енді мен ауылдай рас, ең біздің 95-ші жылы совхоз дегендер тарады ғой, түгел тарады.
Содан кейін селолық әкімдер болу керек деді. Сол кезде біздің ауданның райкомның бірінші хатшысы Серік Тілеубаев деген азамат еді. Өнердің үлкен жанашыры еді. Сол енді мен менің айтыста жүргенімді көрді, бірақ енді анадай болған кезде әлі совхоз тарап болған жоқ. Сен мұқаш әкім боласың деді де, мені әкеліп отырғызды. Совхоздың директоры отыр гүрілдеген. Соның жағынан бір кабинет берді. Мен ауылдың әкімі болып, сол 2 жыл әкім болып істедім. Айтысқа қатысып жүрдім, әкім болып барып жүрдім. Бірақ сол енді өзінің алдында айттым ғой, қайталап айта беруде халыққа қыз емес шығар, қызық емес. Сол әкім болып жүріп айтысқа барып, жаңағы бір шындық бірдеңелерді айтамын деп әкімдіктен кетіп қалғам. Әкім болсаң төке мақтай беру керек екен ғой, бәрі жақсы, бәрі. Мен әкім айтатын емес, ақын айтатын шаруаларды айтып, сол кезде енді біздің облысымыз әлі тұрған. Енді тарай деген әңгіме шығып жатқан. Сол кезде облыстың әкімі ауданға хабарлап, мына азамат әкім болмауы керек қой деген әңгіме айтқан. Содан кеттім, бірақ енді кейін 2 жыл жұмыссыз отырдым. Одан кейін жаңағы Секен Тілеубаевқа мыңда бір рахмет. Райисполкомның хатшысы екеуі, Сабыр Досанов деген марқұм үйіме келіп тұрып, мұқаш, сол облыс бәрі тарады ғой, саған қайтадан кел қатарымызға, сен жұмысқа аламыз. Бұрынғы еңбегімді бәрін ескеріп, аудандық әкімшілікке ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі алып келді. Ұмытпаған кешегі өзінің ақынын, кадрын, сондай азаматтардың арқасында жүріп жатқан, өмір жалғасты. Бірақ әкім болып айтысқа шығу қиындау негізі, рас қой. Сен онда бірыңғай төке. Не ақын бұл, не әкім бұл. Иә. Ақын енді әкім бір түрлі сияқты. Ұлытау өңірі енді қазақ халқының тарихи рухани орталығы ғой. Өзіңіз үшін Ұлытау ауданы айтыспен ақындық үшін қандай мәнге ие болды? Ұлытау енді Ұлытау ұлттың ұясы дейміз ғой. Бұл енді Тайжан ақынның шыққан жері ғой. Тайжан деген керемет ақынымыз болған, бірақ кешегі сол енді анау халық жаулары шығып жатқан кезде алдында 10 күндікке қатысып келген Тайжанды халық жауы болып кеткен ғой. Сол өнер шыққан өңір ғой енді. Не бір күйшілер де шыққан енді. Сол Тайжаннан кейін араға бәлен жыл салып мен шықтым ау деймін домбырасы. Менен кейін сода Әнуар шықты, мінекей қандай тамаша. Ол топырақта киелілік, қасиеттілік бар деп өзім есептеймін. Егер қолдап өнерге сондай азаматтар болса, өнер алға қарай дамиды деймін. Сол Ұлытау өні жаңа өзің айтқан сұмдық, осы жерде өнердің қара қазаны болды ғой. Қазақстанның мен деген ақыны, Ұлытау фестивальдің аты Ұлытау. Соған келіп қатысатын тұғын, мен деген ақындар. Бірақ кейін енді облыстар ат, сол фестивальден айырылып қалдық. Қазір енді былтырдан бері ептеп қайтадан қолға алып жатыр. Сол қалпына келсе деген тілек қой біздікі. Біз айтысқа барып жүргенде алға мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібековті өзіміз көрген. Міне Өзекеңнің өнерге сондай адамдар мәдениетті басқарса, сосын бүгін мәдениет саланы басқарып отырған ауданның, қаланың, ауылдың азаматтарына мен ана кімнің кітабы шықты, Керімбайдың Өзбекәлі мәдениет майданы. Сол кітап солардың төс қалтасында жүру керек қой. Ана Өзбекеңнің Торғайды қандай театрға, қандай еңбек істеген, қандай жанашыр болған. Біз айтысқа барғанда мысалы, әңгімеден әңгіме шығады. Жаңа біз Наурыз айтысына барғанда Өзбекәлі ағамыз жинап жатыр бүкіл облыстың командасын деді. Сөйтсем ол кісі өнерді ана киім кешек бәріне қатты қарайды екен ғой. Бір кезде Жезқазған облысы шығыңдар деді. Бізді апарған басшымыз атып шығарды. Ол кезде енді команда болып барған ішімізде әнші де күйші де керемет киім тігіп берген үстімізге. Өзіміз отырмыз керемет. Бір Өзбекәлі айтты. Ағамыз марқұм анда киімдеріңе болмайды. Сендер төсеніштің ойын кеуделеріңе тағып алыпсыңдар. Анда киіммен шықпайсыңдар. Әне керемет, көрдіңіз бе? Содан басшымызбен Алматыны аралап жүріп айтысқа дейін киім тауып үлгердік. Барып соған Қайырбек Садуақасов өткенде ғана марқұм болып кетті. Өткен әдебиет жанашыр еді, керемет адам. Ақтоғайдың тумасы. Сол отырар сазына барып бізге бір киім әперді. Енді Құдайдан тілеңдер, сол Нұрекең барып қалмасын. Көріп қоймасын деп. Барса киімін таниды, жаман болады деп. Бірақ Құдай бізге жақ болды, Нұрекең келмеді-ау деймін. Өзбекәлінің оны айтып отқан себебім жаңа өнерге театр киімнің іштен басталады деген сөз содан қалған шығар деп мен өзім ойлаймын. Киімнен бастап. Вот сондай адамдар өнерді басқарса мәдениет гүлдейді. Айналайын. Қазіргі айтысқа көзқарасыңыз қандай? Заман талабына сай болғаны дұрыс па айтыстың? Әлде бұрынғы дәстүр қалған дұрыс па? Жоқ, айтыс жақсы ғой. Айтыс өркендікке жастарға келіп жатыр. Біздің тұсымыздағы айтыс енді біз қайда, біз өзім біріміз ан жаққа барғанда бірақ көреміз ғой. Бізде қазір мына сотқа байланысты деген жоқ.
қазір енді айтыскерлер қарасаң өзі былай қатарлап Арнайы дайындалады қарсыласына қазір. ол да мүмкін дайындалады деп айтпаймын да оны. Бірақ енді бәрі жетілген заман ғой. Бірақ бәрі білімді, мені қуанатын. Бұлар білімді ғой, білімді. Бәрі оқыған, бәрі. Алды енді докторлығына дейін барып қалады, кандидат андай мұндайлар. Біздің тұсымызда айттым ғой басында. Бізде шопан, шофер, тракторист, сондай адамдардан. Бірақ біз өзіміз есептейміз, айтыстың алғашқы құрылысшыларымыз. Бізге бәрі кешірімді болды. Соның арқасында айтыс өмірге оралды міне. Оның әрине басында тұрған Жүрсін Ерман. Сол кісіге Құдайдан аманшылық, денсаулық тілейміз әне. Ақындар міне кешеде айтысты көріп шықтым, жекпе-жекті. Мен айтып отырмын ғой, хабарды жібермейін алайын. Жекпе-жек сендерден көрдім. Сол енді Жүрсінге сол еңбегерін беретін адам реті кетсе беріп те қалады шығар дейміз, Құдайдан тілейміз. Кеше Қайрат ағамыз алып отыр, бай болсын, халық қалай қуанды әне. Біздің облыстың, біздің Жаңаарқаның айбозы. Енді сол Қайраттың жолын Жүрсекеңе берсе дейміз, айтысты өрге сүйреп жүрген. Айтыс шын сайтанмен де тілдестім дейді ғой енді. Жастардың ішінен кімдерді атап өте аласыз? Қазіргі айтыскер жастардың ішінен. Айтыскер қазіргі жастардың ішінен болғанда енді мен қазір енді Айбек үлкейіп қалды дейсіздер ме? Айбек енді кеше алтын домбыраны алды. Айбек та бір керемет қазақтың ақыны ғой, 47-ге келдім деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Сосын анау Мақсат өзіме сондай ұнайды. Мақсат домбыра тартысы қандай, әзілі қандай, қыз бен жігіттің айтыстың енді патшасы ғой ол. Сол Мақсатын айт, әкесі марқұм бізбен қатар еді. Жаңа тауындегі әкесі талай жезған дүрілдетіп ән салған. Шашуайдың аққайын қалай айтатын еді Алсымұрат әкесі. Соның сынығы, соның сарқыты ғой Мақсат. Анау дидарымыз қараған өзіміз облысымызды былай алып айтатын болса. Енді жастардан да келе жатыр, тамаша жастар бар, айналайын. Кеше сол Мақсатпен айтысқан анау. Енді Мақсатқа келін болып айтысты ғой, Мақсатқа қиын болды. Мен айтысты өткен адаммын, атам мен келіннің айтысы өте қиын. Келінге не дейсің айналайын? Сол келініміз айым болу керек аты, иә? Жас, өте жақсы айтысты мінекі. Жастар бар. Сосын Ақтөбенің баласы бар. Кеше бірінші орын алды ғой. Жас бала Ақтөбенің. Кеше соңғы айтысты бірінші орынды берді. Нұрбол ма? Нұрбол деген балау дейді. Бар жастар келе жатыр енді. Енді сол бар жастар айтыс. Айшолпан ше? Айшолпан да бар. Айшолпан енді бірақ оның несі бәрі бөлектеу. Айтыс манерасы бәрі бөлек қой, кеше бізге келіп кетті Айшолпандағы. Жастардың ішінде бар. Жалпы жастарды осы өнерге баулу үшін не істеліну керек? Жалпы баулу керек па айтысқа жастарды? Жоқ, айтысқа баулу керек болғанда мен мынау айтыс мектебі деген бар ғой. Маған да осы кеше облыс ашқаннан кейін айтыс мектебі, мен енді ол мектептен оқып ешкім ақын шықпайды. Менің өз жеке пікірім, жеке. Сен ақын болу үшін сенің қаныңда болу керек. Мүмкін ол мектеп керек шығар. Сені жетілдіру үшін, жаңағы жетпей қалған саған сахнаның тәртібін үйрету үшін, тарихыңды терең білу үшін сондайға келу керек шығар. Ол адам ақын болу үшін, адам өмірге ақын болып келу керек деймін да. Мүмкін ана ақындар мектебі ананы мынаны үйрететін шығар. Мен жаңа айтып отырғаным сол ғой, мен домбыраны небір адамдар үйрете алмады маған. Мектеп соны неге үйретпейді мысалы? Үйрете алмайды. Шәкірт тәрбиелеген жоқсыз ба? Шәкірт тәрбиелеген жоқ. Бірақ ұстаздық еттіңіз. Мектепте негізі мамандығым мұғалім. Өнерлі балаларды жақсы көремін, айтып отырамын оларды, иә. Өнер туралы мен мынау енді өзім тойды өсіп көп басқарған адаммын ғой жас кезімде. Мен поэзияны өте жақсы көрдім. Мұқағалидың өлеңдерін жатқа оқушы едім. Сосын өзім менің осы өңірдегі тойымды басқаруға сол анау Серік Ақсын Қарлы бар ғой мына Қарағандыдағы. Басқа жаққа бармай-ақ деймін да. Жүрсін Ерман, мына ғалым өзімнің інім, іні досым деген ғалым, қандай керемет өлеңдері бар. Ана Абзал Бөкен, өңірімді ғана айтып жатырмын да. Осы 4 ақынның өлеңімен 4 елдің тойын басқарып шығуға болады. Мен өзім өлең жақсы көремін да, өлең өте жақсы көремін. Өлең оқығанда тірі Мұқағалиды көре алмадым. Тірі Мұқағалиды көру арманым еді. Көрсем деп армандадым. Енді мен 76 жылы майда әскерден келдім. Әскерден келсем осы көктемде мартында қайтып кетті. Ал мен 73-те мектеп бітірдім, мөлдір. Сонда Алматыға оқуға бардым, журфакқа бардым, журналист факультетке. Сол көрейінші түсейін деп. Бірақ менің документімді қабылдамаған себебі сол кезде мен шет тілін оқымаған екен. Соған мектептен анықтама қағаз алмаған ғой. Бірақ мектепті жаман оқымаған, конкурсынан құлап қалдым да. Әскерде 2 жыл болып қайтып келсем, жезқазғанда пединст ашылып жатыр екен, майдың аяғына ала келдім.
Сосын жақыннан дор болайын дедім де пединстқа еңбек пәнінің мұғалімі, негізі мамандығы мен еңбекшілер жылы сол еңбек пәнінің мұғалімімін. Тамаша. Өзіңіз Ұлытаудағы жастармен жиі кездеседі екенсіз. Ұлытау жастарының рухани деңгейін қалай бағалайтын едіңіз? Ұлытау жастары қазір бақыт жастар деп есептеймін, айналайын. Мен де жас болдым ғой. Мен де жаңағы негізімен Сықақ пародия жазған жақсы көретінмін да. Сол уақытта біздің облыстық газетке өлегіміз шықса, мен енді ауылда тұрдым, Шеңберде. Сұмдық қуанатынбыз облыстық газетке. Ал бүгінгі жастар, мен көріп отырмын, қазір қазақ әдебиеті газетіне шығып жатыр. Біздің Жезқазған жастарының өлеңдері. Қазақ радиосынан өлең оқып жатыр. Республикалық мүшәйраларға қатысып жатыр. Анау жазушылар одағының қамқорлығында айтуға кету керек. Былтырдан бері жазушылар одағы жас қаламгерлердің оқуын ұйымдастырып жатыр. 2-3 жыл соған барып, біздің мына Ұлытаудың жастары оқып келіп жатыр. Қазір жақсы әдеби мектеп ашылып, мектеп деймін қалай деуші еді. Біздің тұсымызда да болған. Біздің тұсымызда мен жас кезімде әскерден келсем, Аққұс деген әдеби бірлестік бар екен. Жетекшісі Аппаз Қаражетов деген кісі. Мен әскерде 20 жасар жігітпін деген Сарыарқа облыстық Жезқазған толқасын ашылған екен. Сол газет менде сақтаулы. Мен ондай қатты сақтаймын. Енді соны қарап отырсам, сол 90-шы жылдары газетті, жаңағы газетті Ғалым Жайлыбайдың менің Әлбек Әбдіріш жаздың өлеңі шыққан екен, бір бетте. Үшеуін ғана, енді сол кезде 20 адамның өлеңі тұр, ішінен енді жаңағы Ғалым Жайлыбай бүкіл қазаққа әйгілі ақын болды, Алаш сыйлығы. Сосын Әлбек Әбдіріш, кейін керемет журналист болды. Мен кеше ғана осы мерекеде еңбектегі ерлігі үшін медалін алды. Шерханның қарамағында егеменді Қазақстанда жұмыс істеп келген. Сол айтайын дегенім, мұндағы жаңағы Аққұста 20 адамның өлеңі шықса, соның ішінде 3 адам өлең жазған, үшеуміз кәдімгі көште келе жатыр екен дегенім ғой. Одан кейін Сайлаухан деген бізде мықты жазып ақын өтті. Сайлаухан әкеніп. Ұлытау деген керемет ән бар ғой бізде. Соның сөзін жазған, ән жазған, жақсы келді сейіліп. Сол Сайлаухан деген кісі керек, Құрыш деген әдеби бірлестік ашты. Енді мына айтайын дегенім жастардан шығып отыр ғой. Қазір жастар Ұлар деген әдеби бірлестігін ашты. Оның тұсауын қазақтың керемет ақыны қазіргі Қасымхан Бегман келіп былтыр кесіп кетті. Сол әдеби бірлестікте әдемі толқын келе жатыр да қуанам. Өздерімен өздері әдеби бірлестік. Біздің ертеңіміз солар. Мен оларға айтамын, сендер бақыттысыңдар, айналайын. Мен де сол кезде жаққа, мен жас алашқа, елік жасқа ептеп өлең пародия жаздым, соларым шығатын. А мыналар бақыт. Радиодан біз қайда көрген жоқпыз ондайды. Тамаша. Мұқашаға көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, ашық аспан астындағы студиямызға келіп тұшымды әңгіме құрғаныңызға көп рахмет, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Өзіңе де мөлдір, айналайын, көп рахмет айтам. Өзіңді Ұлытаудың төрінен ұлттың ұясынан көргеніме қуаныштымын, айналайын. Қызым, еңбегің жана берсін. Хабарлықтар туды биікте желбіретсін. Мерекелерің құтты болсын. Ертең хабардың 30 жылдық, 60 жылдығында ардагер болып тойдың төрінде отыр, айналайын. Көп рахмет. Жақсы.